Гексанның үшінші изомерін жазатын боламыз. Үшінші изомерін жазу үшін біз енді көміртекті келесі орынға жылжытамыз. 6 көміртек болатын болса, біз тағы енді 5 көміртекті тағы жазамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді бұл жағдайда біз бірінші алдыңғы изомерінде біз мына көміртекке тармақтаған болатынбыз көміртекті. Енді оның орнын келесі орынға көшіреміз. Көміртектің орнын. Яғни бізде осындай орын біткенше жазатын боламыз. Былай қарасаңыздар, қараңыз, ортасына бөлген кезде, яғни мына жақта екеу, мына жақта екеу, иә. Бізде енді келесі изомерлерін уже мына жерге қоя алмаймыз. Өйткені бағана алдыңғы изомер мен аты бірдей болып қалады. Мысалы, бұл жерде бұл изомердің түрі осымен аяқталады. Қараңыз, мына жерге қойдық. Басына және соңғы көміртекке біз жалғай алмаймыз. Одан кейінгі көміртектерге жалғайды екенбіз. Ал енді сутекпен толықтырып тастайық. Яғни бұл жерде валенттілікке байланысты деп айттық. Сутек 3, мына сызықшамен 4. Мына жерде сутек 2, екі жағында 2 сызықшамен 4. Мына жерде сутек 1 болады екен, мына жерде 1-ді жазбаймыз. 1, 2, 3, 4. Өйткені қараңыз, көміртектің айналасында 3 сызықша бар. Бір ғана не жетпейді, бір сызықша жетпейді, яғни оны сутекпен толықтырдық. Одан кейін CH2, екі шетінде 2 сызықша. CH3, номен 4 болады екен. Мына астындағы көміртек, мына астындағы көміртек бір ғана сызықшамен байланысып тұр. Сондықтан да мына жерде CH3 болады екен. Ал енді осы изомердің атын атайтын боламыз. Ең бірінші былай қарайтын болсақ, бізде радикал, яғни радикал дегеніміз мінекей мынау CH3 қой. Радикалымыз қай жақта орналасқан? Дәл ортасында орналасқан, басында да емес, аяғында да емес, дәл ортасында. Сондықтан да қай жақтан белгілесек те бірдей болады. Яғни біз басынан бастап белгілей берейік санды. Қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Екі жағынан санағанда да бірдей сан. Сондықтан да осылай белгілей берейік. 3, 4, 5. Енді бұның аты 3. Үшінші орында радикал тұр деген сөз. Яғни 3. Бұл дегеніміз қандай радикал аты? Метил деп аталады. Метил. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші өкілі алканның пентан. Пентан деп аталады. Яғни бұл бізде бұл изомерінің аты 3 метил пентан деп аталады екен. Қараңыз, өзгеріп жатыр. Алдыңғы изомерінде екінші орында тұрды радикал, CH3 мына жерде тұрды. Енді бұл изомерінде қараңыз, уже келесі көміртекке ауысты. Бұл жерде әр көміртекке ауысқан сайын олардың құрамы, құрылысы өзгеріп отырады екен. Қараңыз, құрылысы әртүрлі, алайда формуласының бәрінің формуласы бір формула. C6H14. Өте оңай дәлелдеу. Қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6 көміртек, 14 сутек болу керек. 3, 2, 1, 2, 3, 3 қосқан кезде 14 сутек болады. Сол кезде бұл үшінші өкілі изомері, яғни өкілі емес, бұл үшінші изомері. Гексанның үшінші изомерін жазып көрсеттім. Енді қараңыз, келесі изомерін жазу үшін біз мына көміртекті келесіне ауыстырмаймыз. Өйткені қараңыз, мағынасы болмайды. Тура алдыңғы изомер шығады. Мына жерге қоятын болсақ, 2 метил пентан шығады қайтадан. Аяқтан бастап сананың бәрі бірдей болады. Ол мағынасы болмайды. Сондықтан да енді біз 2 көміртегіні астына түсіретін боламыз. Біз бір көміртегімен басында жұмыс жасадық, тармақтарға бөліп, бірінші көміртекті наған қойдық, наған қою арқылы аттарын ауыстырдық. Енді біз бір емес, 2 көміртекті тармақтайтын боламыз. Яғни біз келесі изомері үшін.
келесі төртінші изомерін жазып үйренейік. Бағана айтып өткеніміздей, екі көміртекті астына түсіретін болсақ, демек бізде 6 көміртек болса, екеуі астына түссе 4 көміртек қалады. Осында 4 көміртекті тізбектеп жазып алайық. Мінекей 4 көміртек жаздық. Енді астына 2 көміртегін түсіреміз. Мінекей сызықшалар арқылы көміртекті түсірдік. Енді осыларды біз сутекпен толықтырамыз. Сутек мына жерде 3 болады, өйткені мына сызықшамен 4. Мына жерде көміртегі 1, 2, 3 сызықшамен байланысып тұр. Бір сутегін қоямыз, сол кезде 4 болады. Яғни біз айттық 4 валентке жеткізуіміз керек әр көміртегін. Мына жерде көміртегі 3 сызықша болып тұр айналасында. Бір сутекті қоямыз, сонымен 4 болады. Мына жерде соңы міндетті түрде әрқашан көбіне 3 болады. Енді мынаумен қосқанда 4 болады, яғни 4 валенттіге жеткіздік. Енді астындағылар мынау тармақтарында ұмытпаймыз. Міндетті түрде қараңыз, бір сызықшамен көміртек байланысып тұр. Сонда оның сутегісі 3 болады. 3 мынаумен 4. Мына жерде де CH3 мынаумен 4 болады екен. Мінекей, бұл изомерін жаздық. Енді бұның атын атайтын боламыз. Нөмірлеу кезінде қарасақ, екі жағынан да санағанда, бұл жерде радикалдар орналасқан екен, бірдей болып тұр. Мысалы, мына жақтан да санағанда, мына жақ, сондықтан айырмашылық жоқ. Кез келген жақтан сан нөмірлерді қойып шығамыз. 1, 2, 3, 4. Сол кезде мұның аты қай нөмірлерде радикалдар орналасқан? 2-де, 3-те орналасқан. 2 мінекей радикал, 3-те мінекей радикал. Міне қарап отырсақ, мынау бізде тізбек, тізбектің астында міне тармақтар орналасқан. Осы тармақтарға қараймыз, қандай радикалдар орналасқан, соған байланысты. Екінші нөмірде метил, үшінші нөмірде де метил. Сонда келесідей болады екен. 2-де 3, 2 үтір 3 сызықша қойымыз. Қараңыз, екеуінде де метил, яғни екеу дегенді химия тілінде, яғни грек тілінде отырғанда ди деп айтады. Диметил, диметил. Сол кезде қалған санаймыз. Қараңыз, тізбекте нешеу тұр? 1, 2, 3, 4, 4 нөмір. Төртінші өкілі, яғни алканның төртінші өкілі қалай аталады? Бутан. Сонда мына жерде бутан. Мына метил дегеннен қосылып жазылады. 2-де 3 диметил бутан. 2-де 3 диметил бутан. Қараңыз, 2-де 3 диметил бутан. Мінекей, бұл бізде төртінші изомері, яғни гексанның төртінші изомері екен. Міне диметил бутан деп аталады екен. 2-де 3 диметил бутан. Мұндай сұрақтар тесттерде, әртүрлі сынақтарда өте көп жиі кездеседі. Қараңыз достар, біз екі көміртекті астына түсірдік. Енді осы екі көміртекті мына үстіне жазсақ та ешқандай айырмашылық болмайды. Тура осы ат шығады. Астына үстіне қойсақ та бәрібір осы ат шығады екен. Сондықтан да біз бұл жерде кішкене басқашалау істейміз. Осы екі көміртекті пайдаланып басқаша құрылыс жасайтын боламыз. Келесі бесінші жағы біз бағана жазған болатымыз. 4 көміртекті қайтадан жазамыз. Біз яғни бұл жерде біткенше көміртектерді орналасу біткенше біз жаза береміз. Осы 4 көміртек. Бағана біз мына екеуін қойдық, төбесіне екеуін қойсақ та аттары бірдей болып шығады. Сондықтан да бұл жерде басқаша орналастырамыз. Мінекей қараңыз, астына және үстіне қоямыз. Мынаны өшіре тұрайын. Және біз гексания С6H14. Мінекей мына жерде көміртектің астына және
үстіне біз айтқан болатынбыз, бірінші және соңғы көміртекке былай тармақ жалғай алмаймыз, яғни біз көміртекті астына үстіне қоя алмаймыз, мына жерге қоя алмаймыз. Одан кейінгі көміртектерге қоюға болады. Яғни бізде бір вариант, осы вариант болып тұр. Тура осылай мына жерге жазсақ та осының атымен бірдей болады, иә. Өйткені қараңыз, 2 болып тұр. Бірдей, мына жерге қойғанда да, мына жерге қойғанда да аттары бірдей болады. Сондықтан да осылай қойдым. Өзіңіз білесіз, былай жазсаңыз да болады, мына жаққа қоюға да болады екен. Мінекей осылай қойдық. Енді көміртекті сутекпен толықтырып шығамыз. Мына жерде 3, мынамен 4. Қараңыз, мына жерде мына көміртектің айналасында сызықтарды қарайық. 1, 2, 3, 4. Яғни 4 валенттіге толып тұр. Сондықтан да бұл жерде сутек керек емес. Астындағы көміртекті толып тұрайық. Мына жерде бір ғана сызықша бар екен. Мынамен 3, 4 болады. Мына жерде де 3, мынамен 4 болады. Мына жерде H, екі жағында сызықша 2 жетпейді, иә, сол кез 4 болады. Яғни біз көміртекті 4 валенттіге жеткізіп отырмыз. Мына жерде H, 3, мынамен 4 болады екен. Мінекей біз толықтырып шықтық. Енді атын атайтын боламыз. Қараңыз, мына жерде радикалдар бас жағында орналасқан, мына жағында орналасқан, иә. Сондықтан да осы жақтан бастап нөмірлейді екенбіз. Егер радикалдар мына көміртекте орналасқанда, біз мына жақтан бастап 1, 2 деп бастайтын едік. Алайда бұл радикалдар мына басында орналасқандықтан, мына жағында орналасқандықтан, біз осы жақтан 1, 2 деп бастайды екенбіз. Нөмірлеуде өте маңызды болып табылады. 1, 2, 3, 4. Қараңыз, бұл жерде екінші нөмірде, яғни 2 радикал орналасқан, астында үстінде орналасқан. Сондықтан да мұның аты 2-де 2. Біз бір рет 2-ні жазбаймыз, өйткені бізде 2 метил бар. Әрқайсына 2 деген орын береміз. 2-де 2, ди, екеу дегенде ди деп атайды екен, грек тілінен отырғанда. Диметил. Метил дегеніміз, яғни мынау 2 радикал. Метил, әрқайсысы метил деп айтылады. 2 метил, және де мына тізбектің аты, яғни 4-ші. Мына тізбекте 4 көміртегі тұр ғой. 4-ші алканның 4-ші өкілі бутан. Сондықтан да достар, гомологтық қатарды біз 10-ші өкіліне дейін жаттап алсақ өте күшті болушы еді. Яғни осындай изомерлер жазғанда қарап отырмай, мысалы сіз бірден жатқа білсеңіз 4-ші өкілі кім еді, бутан деген сияқты бірден жазып тастайсыз. Яғни бұл жерде 5-ші изомері бізде осылай жазылады екен құрылысы. Оның аты 2-де 2 диметил бутан деп жазылады екен. Мінекей біз гексан, яғни С6H14 үшін изомерлерін жазып таныстық. Егер сізге осы видео пайдалы болған болса, түсінікті болатын болса, лайк басуды және де осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.